Бүгін морковь салатын жасаймыз. Морковный салат по-корейски дейді, бірақ біз по-казахски жасаймыз. Бірінші 1 килограмм морковьті аламыз, сәбізді оны жақсылап теркадан өткізіп аламыз. Теркадан өткізгеннен кейін жақсылап жуамыз. Мен жуамын, өйткені морковьтың бір дәмі болады, маған ол ұнамайды, сондықтан мен оны жуып тастаймын. Салқын сумен жуып тастаймын, жақсылап. Бұл салат бюджетный салат. Көп адамдарға жасаған жақсы етпен, тағамдармен жегенге өте дәмді, жақсы кетеді. 4-5 штук зубчик чеснокты өткіштен өткізіп аламын. Оған 3 қасық қант қосамын. Бір қасық толтыра тұз қосамын. Кориандр қосамын, 3 қасық кориандр қосам. Ұнтақталған кориандр. 3 қасық уксус қосамын, 9% уксустан 3 қасық қосамын. Барлығын бір кесеге салып араластырып алғаннан кейін морковьтың теркадан өткізген үстіне саламын. 70 мл майды жақсылап қыздырамыз. Пияз салсаңыздар болады, өйткені майға жақсы дәм береді. Қызып тұрған майды аласыздар, ішіндегі сарымсақтарын алып тастайсыздар дағы морковьтың үстіне құясыздар. Мен кинза қосамын, кинзаның дәмі маған ұнайды. Кейбіреуіне кинзаның дәмі ұнамауы мүмкін, ондайда қоспай қойсаңыздар да болады. Бәрін жақсылап араластырасыздар да 2 сағатқа қойып қоясыздар. Ас болсын, жасап көріңіздер.